Қайырлы күн, достар, приветствую, друзья. Hyundai Tucson 20-го года машина, работает по парктроникам. Сейчас вот хочу соединить вот эти вот фишки, но мне мешает сильно бампер. Бізде енді жаңа парктроникте фишка вот, мына жерде де, және ана бамперде де. Одан бөлек бағана ана проводканы айта кеткен едім, міне. Осы проводка, бұл проводканы енді жалғау керек болады. Қайтадан орнына, себебі пакетпен, лентаның ішіне пакетпен бәрін жалғап қойған екен. Мына жерді көрейік, мұны көрсетейін. Мына неяқта шуруп тұр, мына жерде шуруп тұр. Бағанағы мен алған шуруп неяқта мысалы. Короче, осының бәрін алып тастап, орнына нормально қою керек болады. Бағанағана кронштейнді қою арқылы бәрі четко келді. Міне тамаша. Бұдан артық не керек бізге? Егер омывайканың осы нәрсесін орнына осылай қоятын болсақ, бізде омывайканың шеттері тиіп тұр. Әзір енді соны қажап, не омывайканы, не бамперді, екеуін біреуін қайсы жеңілірек, соны қажап алып тастап, содан кейін қайтадан тағы да бір рет көреміз. Ендігі көрейік, қазір басып. Омывателіңіз өзіңіз көрем десеңіз, тексеріп, онда зажиганиен қосасыз. Енді фарларыңыз қосылады ғой, фарын немесе қосу керек принудительно, если қосылмай тұрса. И фары қосылғаннан кейін ғана барып, омыватель сізде бір рет тартқан кезде істейді өзімен өзі. Бірақ кейін тағы да ары қарай істейін десеңіз, тек қана сізде дворниктердің омывателі ғана істейді. Қайтадан қосу үшін сізге зажиганияны өшіріп, қайтадан қосу керек болады. Осы машинаның системасы осындай жынды система. Негізі бөлек кнопкаға орнату керек еді, бірақ есть что есть. Сонда жолда жүріп келе жатып, мысалы сіз омывательді қосқыңыз келсе, сонда сіз трассада тоқтаған соң машинаңызды өшіріп, қосып, и қайтадан омывателіңізді қосасыз сонда. Олардың логикасы бойынша. Шеттерде сеп тұр, бірақ шеттерде әзірше бізде ешқандай зат жоқ. Ортасында бір зат тұр, сол үшін алдыға қарай жүре алмай тұрмын. Осы қысқасы барлығы сеп тұр. Барлығын орнына қойдым. Осымен біздің Tucson или Tucson осымен бітті әзірше жұмыстары.